Сәлем, менің оқушыларым, қалдарың қалай? Сендерді көргеніме қуаныштымын. Бүгін сабағымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Unit 1 on page 7, яғни бірінші бөлімнің 7-ші бетін ашып, сабағымызды жалғастыратын боламыз. Олай болса, кітапқа қараймыз. Subject pronouns be, singular and plural тақырыбы берілген оқушылар. Бұл жерде бізде pronoun деген есімдіктер өтетін боламыз. Яғни singular көпше түрін, plural көпше түрін, singular жекеше түрін өтетін боламыз. Олай болса, бастаймыз. Exercise 1. Listen and repeat the words. How do you say we, you, and they in your language? Яғни, суретке қара, тыңда және қайтала дейді. We, you, they деген сөздерді өз тілдерінде қалай атайсыңдар дейді. Бірінші суретте we сөзі берілген. We, яғни біз. Бізді көрсетіп тұр, we, біз. Екінші you сендер деп тұр көпше түрде. You сендер. Үшінші суретте they олар деп көрсетіп тұр. They олар, яғни we біз, you сендер, they олар. Яғни көпше түрде берілген, барлықтарым осылай түсініп алады екенбіз. Ауызша тапсырманы орындап шықтық. Келесі exercise 2. Complete the table with plural forms in the text on page 6. Яғни бұл жерде көпше түрін толықтап жазып кету керекпіз. Бірінші бағанада ол singular жекеше түрі, яғни I am, мен, қысқартылған I am болады. You are, сен, қысқартылған your болады. Үшінші жақ he is ұлға айтылады, ол деп his. She is қызға айтылады, ол деп she is қысқартылады. It is жансызатқа ол деп айтылады, it's. Келесі бағанада plural түрі, яғни көпше түрі. We are, біз, қысқартқанда we're болады. You are, сендер, қысқартқанда your болады. Келесі they are, қысқартқанда their болады. Ол олар деген мағынаны білдіреді. Міне осылай жаттап алады екенбіз оқушылар. Келесі exercise 3. Replace the words in blue with words in the box. Яғни бұл жерде көкпен берілген сөздердің орнына біз қорапшаның үстіндегі есімдіктерді қою керек екенбіз, оқушылар. Олай болса мағынасына қарап қойып шығамыз. Мысалды оқымай-ақ қояйын. Келесі бірінші тапсырмадан бастаймын. Clara is from Brazil. Клара Бразилия елінен деген. Клара ол дегенді білдіреді, қызға айтылғандықтан біз Клараның орнына she is деп қойып шығады екенбіз. Келесі бізде Julia and I are from Australia. Julia және мен Австралиядан боламыз. Julia and I-дың орнына біз дегенді қолдансақ болады, where. Үшінші, London and Tokyo are capitals. Оның орнына олар дегенді they'ді аламыз. Төртінші, Lucas ол болғандықтан he is ол дегенді аламыз. Бесінші, Эльдар and you. Эльдар және сен. Оған біз сендер, they are, олар деген, they are from Kazakhstan. Олар Қазақстаннан деген, міне осылай қорапшаның ішіндегі есімдіктерді алмастырып жазып алады екенбіз оқушылар. Келесі енді exercise 4. Match parts of sentence 1-5 with EA. Бұл жерде бір бағанада 5 сөйлем тұр, 5 есімдіктер, яғни араласып берілген, және келесі AE-ге дейін 5 сөзбен біз сәйкестендіру керек екенбіз. Мысалға, I am 10. Менің жасым 10-да. Екінші, Алматы is a city, C болады. Үшінші, we are friends, E болады. Төртінші, Тимур is a boy, B болады. Бесінші, she is a teacher, A болады. Міне осылай төртінші тапсырманы орындайды екенбіз. Келесі exercise 5. Complete the sentences with the correct form of be. Яғни бұл жерде сөйлемді дұрыс be формасына қойып жаз дейді. To be деген ол жаңағы I am, мен, to be деген ол көмекші етістік негізі. Үшке бөлінеді. Am, is, are. Am-ді I деген кезде қолданамыз. Is-ді үшінші жақта she, he, it кезде қолданамыз, ал are-ды біз көпше түрінде қолданады екенбіз. Олай болса, бірінші сөйлемде Yetis and his teacher are from Turkey. Яғни олардың орнына біз are to be көмекшетісін қойып тұрмыз. Екінші, the USA and Brazil are big countries. Үшінші, Prague is the capital of Czech Republic.
Төртінші, Bibigul and I are 10 years old. Бесінші, Carmen is my friend from Sydney. Алтыншы, I am a student here. Жетінші, you are in my class. Міне осылай көмекші етістіктерді жазып шығады екенбіз оқушылар. Келесі, exercise 6, read and listen. Тыңда және қайтала дейді. Бұл жерде then practice the dialogue, change the words in blue. Тыңда және оқы және диалогты тәжірибе жаса дейді. Көкпен берілген сөздердің орнын ауыстырып жаз дейді. Бұл жерде мен орнын ауыстырып қойып кеттім. Осылай жазып алсақ болады. Айнұр, hello, what's your name? I'm Marat, and you? My name is Ainur. Where are you from? I'm from Almaty in Kazakhstan. And how old are you? I'm 10. Міне осылай жазсақ болады. Келесі exercise 7. Complete the key phrases with the words from exercise 6. Алтыншы тапсырманың ішінен біз кілттік сөздерді тауып жазу керек екенбіз. Бұл жерде what's your name деген сөз болады. Атың кім? Есімің кім? Екінші, where are you from? Where are you from? Қай жерденсің? Where, қайда деген сөзді қоямыз. Үшінші, how old are you? How old are you? Жасың нешеде деген сөзді жазады екенбіз. Exercise 8. Сегізінші тапсырма. Practice a dialogue from exercise 6 again, but invent new information and introduce your partner to the class. Яғни бұл жерде де алтыншы диалогқа қарап отырып, өзінің қалаған бір жұбыңды сыныбыңа таныстыр дейді. Мен тек қана мысал ретінде жаздым, орын алмастырып жазуға болады екен оқушылар. Мысалға, this is Marjan, she is 11 and she is from Taraz деген сияқты жазып шықты оқушылар. Енді келесі бетті ашамыз. On page 8, numbers 1-20. Жалпы балдар біз 1-ден 20-ға дейін ағылшын тілінде сөйлей аламыз, айта аламыз, яғни оны өткен болатымыз. Numbers деген сандар. Exercise 1, listen and repeat, point the numbers. Яғни сол сандарды атап шық дейді, Қазір бірге атап шығатын боламыз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Міне есімізге бір түсіріп алдық оқушылар, Келесі exercise 2, working pairs. Working pairs, how old are the people and the animals in the pictures? Play guess the age, then listen and check. Яғни, екінші тапсырмада суреттер берілген, сол суреттің қасында сол адамдардың және жануарлар берілген, жануарлардың жастары берілген, Біз өзіміз сол айту керекпіз. Яғни, бұл жерде тыңдалым берілген, оқушылар негізі тыңдап барып айту керекпіз, Ал мен қазір астына дұрыс жауабын жазып қоятын боламын. Бірінші суретте he is 5. Олың жасы 5-те. Екінші суретте they are 9. Үшінші she is 15. Төртінші she is 18. Бесінші he is 16. Алтыншы he is 3 months. Жетінші she is 1. Сегізінші he is 2. Тоғызыншы he is 20. Оныншы they are 13. Және 11-ші they are 4 weeks. Міне осылай әр қайсының жастарын жазып шығатын болады екенбіз оқушылар, Олай болса келесі тапсырмаға қараймыз. Next, exercise 3, play bingo, follow your teacher's instruction. Яғни бұл жерде сыныпта мұғалімнің нұсқауымен ойын ойналады. Бұл бізде ауызша сыныпта ойнайтын ойын болғандықтан мен оны қалдырып кеттім. Енді exercise 4, listen to 5 people sing in TV talent show, give scores out of 20 for each person. Яғни біз өзінің идеямызбен жазсақ болады. Мысалға, біз бір талант шоуда өзімізді жаңағы ұпай қоятын жюри ретінде елестетеміз және біз сол қатысып жатқан командаға балл қояды екенбіз, Мен тек қана мысал ретінде жазып кеттім, орын ауыстырып жазуға болады. My score for number 5 is 7 out of 10. Келесі my score is 9.
немесе my score for number 3 is 8 of 10. My score is 5. Мысалға, номер 5-ші командаға мен 10-нан 7 қоямын деген сияқты. Келесідан мен 9 қоямын деген сияқты. Міне осылай орын алмастырып кезек-кезек жазып шықса болады екен оқушылар. So next, on page 9, language focus, there are, some, a lot. 9-шы бетті ашамыз. Бұл жерде де ереже берілген. Бұл жерде there are деген структура берілген. Яғни there are деген ол бізде осы жерде, мына жерде, осында деген мағынаны білдіреді. Бірінші тұрған there is деген ол жекеше түрде қолданамыз. Is деген яғни жекеше түрде. Ал there are деген көпше түрде келген заттармен қолданамыз. Мысалға, мына жерде бір кітап бар. There is one book. Мына жерде бір кітап бар. Ал немесе мына жерде көп кітап бар дейтін болсам, there are many books. There are many books. Бұл жерде көп кітаптар бар. Яғни there is жекеше түрде мына жерде дегенге қолдансақ, there are көпше түрде мына жерде деген мағынаны білдіреді. Ал some, a lot of деген бірнеше деген мағынаны білдіреді. Яғни бірнеше, some books, бірнеше кітаптар, a lot of apples, көптеген алмалар бар деген сияқты мағынаны білдіреді деген оқушылар, иә? Олай болса, exercise 1, look at the picture and complete 1, 5 with numbers, then compare your answer with a partner. Яғни бұл жерде сурет берілген, біз суретке қарап отырып, мына берілген зат есімдердің саны қанша біз суреттен санап табу керек екенбіз, иә, оқушылар? Қанекей бірге суретке қараймыз. Яғни бұл жерде teacher, қанша мұғалім бар? One teacher, иә? Бірінші boys, қанша ұл бар? Санап шығайықшы, қанша ұл бар? Яғни бұл жерде 7 ұл бар, 7 boys. Келесі екінші компьютер, қанша компьютер бар? Бір компьютер бар, иә? One computer. Үшінші girls, қанша қыз бар? Неше қыз бар? Санаймыз, қане? 9 girls, 9 қыз бар. Төртінші posters, poster деген ілініп тұрған суреттер, иә? Қанша сурет бар? Posters, 3 posters, жарайсыңдар. Және бесінші books, қанша кітап бар? Қане кеттесе санаймыз, қанша кітап бар? 22 books, яғни 22 кітап бар. Міне осылай орындаймыз. Келесі exercise 2, listen to Tara talk about your class, choose the correct words. Яғни бұл жерде бізге тыңдалым берілген, Тараның өзінің сыныбы туралы айтқан тыңдалым, яғни мен қазір тек қана дұрыс жауабын жазып шығам. Яғни сөйлем бізде көпше түрде тұрма, немесе жекеше түрде тұрма, соны дұрыс нұсқасын қоямын. Бірінші сөйлем, there is a teacher. Екінші, there are 7 boys. Үшінші, there are 9 girls. Төртінші, there are some posters. Бесінші, there is a computer. Алтыншы, there are a lot of books. Міне осылай екі қара сөздің ішінде дұрысын жазып шықтым. Үшінші тапсырма exercise 3. Look at the rules. How do you say the example sentence in your language? Яғни бұл жерде бізде ереже, мысалға қарап, өз тілінде қалай айтылады, сол туралы айтып кетті, де. Мен қазір ережені оқып шығамын. We use numbers when we count things. There is one computer. Яғни бұл жерде біз заттарды санаған кезде біз санмен айтамыз, иә? There is one computer. Мына жерде бір компьютер бар. There are 7 boys and there are 9 girls. Ол жерде 7 ұл және 9 қыз бар деп айтқан, иә? When we are not counting, we use a for one thing. Егер біз санамаған жағдайда, біз санды емес, тек қана деген артиклді қоямыз. Мысалға, there is a teacher. Мына жерде мұғалім бар, иә? Мына жерде бір мұғалім бар деп тұрған жоқпын. Бұл жерде жалпы мұғалім бар, санап тұрған жоқпын, иә? There are some posters. Мына жерде бірнеше постер бар. Сан жазған жоқпын. Үшеу, төртеу деп тек қана бірнеше деп айттым. Міне сол кезде біз some дегенді қолданамыз. Немесе бірнеше, a lot of, көп деген сөздерді осы жерде қолданады екенбіз, оқушылар. Міне осы ережені жаттап алады екенбіз. Келесі exercise 4, make 6 sentences with words from the circles. Яғни, мына домалақшаның ішінде берілген сөздерді құрастырып, 6 сөйлем жазу керек екенбіз. Мен мына жерде жазып шықтым, оқушылар 4-ші тапсырманы толық жазып алады екенбіз. Келесі 5, look at the picture in this book, write true and false sentence with there is, there are
test your partner. Яғни there are деген сөзді қолдана отырып біз өзіміз сөйлем құрау керек екенбіз, иә. There are 9 girls in this picture. Егер ол дұрыс болса, ол жазған сөйлеміз yes, it's true деп айтамыз. Мысалға, there are 23 books in the picture. Ол жерде 23 кітап бар дейді. Егер дұрыс емес болса, false деп айтамыз. Не тапсырманы осылай орындайды екенбіз. 6-шы тапсырма exercise 6. Write sentence about your class. Use ideas from exercise 2. Бұл жерде жеке дара тапсырма, әркім өзінің сыныбы туралы мәлімет қалдыру керек. Сондықтан ол тапсырманы әркім өзі орындайды, мен жазған жоқпын. Жалпы сұрақтар болса комментарийға қалдырамыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.